Көптеген ғалымдардың көздері жеткендей, археологияның деректері жаңа келісімнің нақтылығын растайды. Сондықтан сіз оларға сенсеңіз болады, олар шынайы. Мысалға, 1961 жылға дейін Понти Пилаттың бар болғандығы тек әдебиет арқылы расталған. Бұған сену қиын болса да, осындай адамның тарихи тұрғыда болғандығын айқындайтын археологиялық деректер болған жоқ. 1961 жылға дейін сол кезде екі италиялық археологтар таңғаларлық ашылу жасады. Ол былай болды. Ирод көне замандағы ұлы құрылысшы. Палестина жағасында керемет порттық қала салды. Оны Кесария деп өзінің римдік қолдаушысы Кесар Августтың құрметіне атады. Таңғаларлығы неде деп ойлайсыздар? Ойлап көріңіздер. 2000 жыл бұрын адамдар су астында қататын цемент ойлап табалды. Сөйтіп, порттың суларын тоқтату үшін олар үлкен шығыр қойып, оны су астында осы цементпен құйып тастады. Сонымен осы керемет қалада Тибериум салынды. Бұл император Тиберийдің құрметіне ғибадатхана немесе керек болса киелі орда деуге де болады. Уақыт өте келе Тибериум ғимараты ескіріп, бұзыла бастады, содан оны қайта қалыптастыру ұйғарылды. Жаңа Тибериумды қалыптастырған кезде ескі ғимараттың тастары қолданылды. Осындай тастардың бірінде Тибериумның баспалдағында орналасқан тақтада жазба келтірілген. Ғимараттың баспалдағын тазартып жатып археологтар мынадай жазу көрсетілген тақтайды көрді. Понти Пилат, Иудей префекті, Тиберияның құрметіне осы ғимаратты Кесария тұрғындарына арнады. Осылайша археологтардың ашылуы жаңа келісімдер айтылатын Понти Пилаттың бар болғанын және оның Иудея перфекті болғандығының шын екендігін растады. Археологияны зерттеуге, оның жаңа ашылуларын оқуға неғұрлым көп көңіл бөлсем, соғұрлым жаңа келісімнің нақтылығына көзім жетеді. Дұрыс түсініңіздер, археология киелі кітаптың Құдай сөз екендігін дәлелдей алмайды. Қаншалықты қаласақ та олай істей алмайды. Бірақ ол көне және жаңа келісімде келтірілген деректердің шынымен солай екендігін растайды. Археологияның растайтыны осы адамдардың болғандығы, олардың дәл сол мәнсәпті емденгені, бұл ғимараттың расымен салынғаны, сол заманда адамдар дәл осылай үйлерін қалыптастыратыны және сол сияқтылар. Осыны растай алады. Міне осы себептен мен жаңа келісім жайында, мен бұл кітапқа сенім арталам деп айталам деген тұжырымға келдім.